Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде қаламгер әдеби қонақжайында қонақта жергілікті ақын Айнаш Рашадовна. Ақынымыз жайлы қысқаша ақпарат беріп өтсем, 1974 жылы 7 қыркүйекте Жаңарқа ауданы Атасу кентінде дүниеге келген. 1991 жылы аудандағы Ленин атындағы Қазақ орта мектебін тәмамдаған. 2006 жылы Қарағанды облысы Абай қаласындағы Солнышко бөбекжайына жұмысқа тұрды. Еңбек жолын тәрбиеші көмекшісі болып бастап, одан кейін тәрбиеші болды. Қазіргі таңда балабақша әдіскері, бірінші санатты педагог. Ақындық өнермен шыңдап тәрбиеші болып жүрген кезінде айналыса бастады. Балаларға арналған тақпақтар, ертеңгілікке сценарийлер жаза бастады. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына шыққан «Абай жаққан бір сәуле» атты кітабында Абай ауданының ақын қаламгерлерінің таңдамалы шығармалары жинақтары енген жинағында бүгінгі қонағымыз жергілікті ақын Айнаш Рашадовнаның елордасы Ұлы Даланың тәуелсіздіктің 20 жылдығына арнау дос туралы сөз өлеңдері енген. Енді сұхбатымызды бастасақ, Айнаш Рашадовна, сіз енді өзіңіз жайлы, өзіңіздің туған жеріңіз жайлы толығырақ ақпарат беріп өтсеңіз. Мен Айнаш Еленбаева Айнаш Рашадовна, Жезқазған облысы ол кездегі Жаңарқа ауданында дүниеге келгенмін. 1991 жылы Владимир Ильич Ленин атындағы орта мектепті аяқтадым. Мектепте жүрген кезде өлең жазуға, әдеби шығармаларға оқуға құмар болдым. Осы Абай қаласына көшіп келгеннен кейін Солнышко бөбекжайына тәрбиеші көмекшісі болып жұмысқа тұрдым. Сол жұмыс істеп жүрген кезде тәрбиешілердің жұмысына қарап, балабақша өміріне қарап, осы тәрбиеші жұмысына қызыға бастадым. Одан кейін оқуға түсіп, мектепке дейінгі тәрбиемен оқыту мамандығын алып шықтым. Тәрбиеші болып жұмыс істедім. Қазіргі уақытта осы Солнышко бөбекжайында әдіскермін. Енді сіз өзіңіздің ең соңғы жазған өлеңіңіз жайлы айтып өтсеңіз, және қашан жазылды, және үзіндісін оқып берсеңіз. Ең соңғы жазған өлеңдерім ол мынау жемістердің өздерін таныстыру, көкөністердің өздерін таныстыру өлеңі болды. Енді өзіңіз білетіндей, бізде ертеңгіліктер көп қой. Жаңағы күз мерекесі кезінде ертеңгіліктерге біз жаңағы балалар жеміс болып, көкөніс болып киініп шығады. Содан кейін мына өлеңді жазған болатынмын. Әр бала жеміс болып киініп шығады да, өздерін таныстырған болатын. Мысалы, алма. Мен дәмді ал қызыл алмамын. Күз келгенде әсем әнге саламын. Мені жақсы көрмейтін бала жоқ, дастарханнан үнемі табыламын. Ал ши айтады. Ал мен тәтті шиемін, дәрумендерге көп иемін. Спорттық ойынды сүйетін, кәмпит емес, чипсы емес, жемісті жақсы көретін балаларға басымды иемін. Алмұрт айтады, мен алмұртпын, өтірік өсек сөзге салғыртпын. Өзім дәмдімін, шырыным мол, жемістерді жей қой, ақылды бол. Ал енді көкөністердің арасын алатын болсақ, қауын. Қауын деген мына мен, өскен жазғы жауын мен, өзім сарымын, тәттімін, пайдаламын, маған сен. Қандай керемет өлеңдер. Енді келесі сұрақ, ақын жазушылардан кімді үлгі тұтып көп оқисыз? Мектепте жүрген кезде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясын сүйіп оқитынмын. Одан кейін Сайын Мұратбековтің Жабай алмасын енді жатқа білемін десе де болады, оны қайталап оқи беретінмін. Ол кездегі сол кісілердің әдеби тілі, шығарма жазғандағы бәрі ұнайтын. Соның бәрі жаңағы көкейімде жатталып қала береді екен. Осы өлеңде жазған кезде осының бәрі пайдасы тиеді. Енді өзіңіздің бойыңыздағы қай қасиетті жақсы көресіз? Өз бойымдағы қасиеттерге келетін болсақ, ол жаңағы балабақша жұмыс істегеннен кейін, тәрбиеші болып осы қызметті таңдағаннан кейін балаларды жақсы көру керек. Қандай жаңағы бұзық бала болсын, сол баланың бойында қандай да бір жақсы бір қасиет болады. Соны біле білу керек.
жаңа сол бала сен жақсы көретініңді білсе, ол біліп тұрады бала сен жақсы көретініңді. Сондықтан жаңағы өзімнің сол қасиеттерді атайтын болсам, сол жаңағы балаларды жақсы көру, жаңағы досқа адал болу, басқаларға көмек қолын соза білу, жаңағы көмекке мұқтаж адам болса, соған көмек бергім келіп тұрады. Енді жас ұрпаққа айтар өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтып өтсеңіз? Жас ұрпаққа айтатын болсам, сабақты жақсы оқу керек, білімді болу керек. Қазіргі уақытта енді жаңа техника заманы, интернет заманы дейміз ғой. Балаларға кітапты көп оқу керек. Жаңағы интернеттен оқығаннан гөрі, егер бала өзі көзімен жаңа кітапты оқитын болса, сол жаңағы жадында қалады, көкейіне жатталып қалады, есінде қалатын болады. Сондықтан кітапты көп оқу керек, білімді болуға ұмтылу керек. Айтар ақылым осы. Құрметті Айнаш Рашадовна, алтын уақытыңызды бөліп, сұхбаттасып, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Құрметті оқырмандар, қаламгер әдеби қонақжайында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сізге де рахмет.